Ассалаумағалейкум, сіздермен бірге Ера KZ каналы. Енді мен каналымның атын ауыстырғанымның себебі маған Кызы Гейм деген ат, сондай каналымның аты себебі маған ұнамайды және дұрыс естілмейтін сияқты, өзіме ұнамайды әйтеуір. Сондықтан мен Ера KZ деп каналымның атын ауыстырдым. Енді ол теманы жауып отырайық. Бүгін қандай видеоролик түсіретінімізді айтатын боламыз. Бүгін біз Слизерио деген ойынға обзор түсіретін боламыз. Енді мен оны алдында ойнағам, енді мен соған видеоролик түсіремін. Ера KZ деп қояйық, ойбай, кешіріңіздер. Ера KZ деп қояйық, скин таңдайық. Сіздер егер қандай скин таңдағандарыңыз айтыңыздар, оны комментарияға астыға қалдырып кетіңіздер. Мен осы ойынның ссылкасын описанияға қалдырып кететін боламын. Міне осыны алайық. Енді бүгін біз ең бірінші боттармен ойнайық, одан келесіден бастап біз онлайн серверде ойнайтын боламыз, яғни басқа адамдармен ойнайтын боламыз. Қызық ойын, мен алдында ойнаған бұл ойынды. Соны сіздерге түсірейін деп шешім қабылдадым. Бұл жерде Слизериода ең бастысы адамға тиіп кетпеу және басына тию. Қазір бізде міне қазір видеоны әрі қарай жалғастыратын боламыз. Енді кешіңіздер, жаңа мені әкем шақырып қалды, бірдеңені істеп келдім. Міне қазір өліп қалдым мен. Енді ойында әрі қарай ойнауды әрі қарай жалғастыратын боламыз. Міне бізде бірінші орында Балдуз деген біреу тұр. Екінші орында Нами, ал үшінші орында Аг. Бірінші орында 29.000 масса, не деген үлкен масса десеңіздер ше. Енді бүгін бірінші орынға жетеміз деген ойдамыз. Қазір менде 1158 масса. Міне қазір кругқа болайық. Міне өзі сразу берілді. Мынаны кругқа. Ой, мен және қателесіп кеттім. Обал болды енді. Біз 1661 массаға дейін жетіп едік. Оны барлығын құрттық. Ой, мен скоросты басуым керек еді. Бізге бір үлкен шанс болды бұл жерде. Лавендер деген бот бізге өзіне өзі келіп өліп қалды. Мана қараңыздар. Бізде қатты жүре аламыз. Ай. Енді біз басқа скин таңдап көрейік. Канада, Швейцария ма, сондай бірдеңе. Қытай, Аргентина, Румания, Испания деген. Біз нені алып көрейік? ақш-тың туын алып көрейік. Енді қазақстандық жоқ, өкінішті. Қайдасың, қайда? Міне осыны алып ойнап көрейік. Егер мен көп комментарий ете бермеймін, сол үшін сіздерден кешірім сұраймын. Қазір бізде 500 масса болды. Кругқа алмайды екен. Қалай? Ол маған тиіп еді ғой негіз. Міне қайтадан бір қателік Слизерионың. Бұл бізге бүгін неудача болайын деп тұр. Мен бұл ойынды жазған күні, ең бірінші ойнаған күні маған сәтті түскен сияқты рекорд жасадым және бірінші орынға дейін жеттім. Өзімнің жаңа рекордым жасадым, 12.000 массама. Қазір оны білетін боламыз қазір. Күте тұрыңыздар. Осы конды ойнап тастайын, одан кейін көрсететін боламын.
Жоқ. 12.920, енді 13.000 деп айтсақ та болады. 80-ақ масса ол ештеңе емес. Менің 13.000 масса ең бірінші рекордым болды сол күні, жазған күні. Міне. Осы мен добычам жегендер чек көрем бар ғой. Бізде қазір 600 масса болды. Егер сіздерге бұл ойын ұнап жатса, сіздер лайктарыңызды басып және каналға тіркеліп комментарий қалдырғандарыңызды сұраймын. Қазір міне біреуді кругқа алу керек уже. Бізге сондай сәт келіп тұр, бірақ ала алмай қалдық. Асықпай әлі де 1000 очкоға дейін кішкентай нелер жеп тұрайық енді. Мен сәл ғана қалдым өлуге. Енді мен келесіде мен Агарио деген ойынды түсіруім мүмкін. Мен ол ойынды бұрында ойнағанмын. Қанша 45 или 47 ма сондай өренге дейін барған ол ойында. Маған өте қатты ұнаған. Ол сіздерге ойнауға кеңес беремін, себебі өте қызық ойын, және бір ойнасаңыздар ішіне кіріп кетесіздер. Оны сол Агарио ойынды да осы ссылкаға тастап кететін боламын. Астыға яғни. Осымен біздің видеоролигіміз аяқталатын сияқты. Сіздерге осы ойын ұнаса, лайктарыңызды басып және каналға тіркеліңіздер. Қазір осы конды ойнап тастайық, одан кейін видеоны аяқтайтын боламыз. Мына Германияның біреуін түсірдім. Екіншісін де түсірдім. Қазір енді бізде 2000 масса болды. Енді біз кругқа алуға кірісе беруіміз керек. Міне осыны ала аламыз ба екен, көрейік. Алдық кругқа, енді бұны өлтіру. Барынша қысып. Чутқа. Ой. Жота бүгін. Міне өзі берілді. Енді мына қызылды алып алайық тезірек. Бай. Алдық кругқа. Енді біз оны өлтірдік, және кішкентай ғана өліп қалуым әбден мүмкін еді, бірақ біздің жолымыз болды. Қайтадан сондай бір жағдай болды. Қазір бізде 4000 масса болды. Енді бүгін мен өзімнің жаңа рекордымды орнатамын деген ойдамын. Міне, өлді. Енді мына көкті қысайық. Деп екеуін қысып алайық. Көкті өлтірдік, енді ананы қысайық. Енді біздің мақсатымыз бұл ойында өліп қалмау. Міне берілді. Енді біз мына кемпір қосақ па, сондай бір радуга сияқты. Жоқ, айттым ой, мен кішкентайдан қорқу керек деп. Енді сіздермен болған ERA KZ каналы. Мен бұл
ойында 8800 массаға дейін бардым, ең жоғарғы массам. Енді келесі видеороликтарда жаңа рекорд орнатамын деген ойдамыз. Енді сіздер каналға тіркеліп және лайктарыңызды басып кетіңіздер. Сау болыңыздар.